Сіңдер ма? Бізде далаға шығып достар, қазір қыздармен ішіп пісті. Күн жылы кезде кішкене сыртқа шығып ойнасын деп. Медина мен Милана каналына контентін түсіріп қойдық, иә? Достар, менің каналыма тіркеліп, қолдап отырыңыздар, иә? Күнделікті осындай қызықты үйдің блогтарын салып отырамын. Қандай контент қалайсыздар? Ойындар, андай трендтегі, тиктоктағы ойындар бар ғой? Бум-бум, и тағы қандай? Сондай, типатында қандай қызықты ойындар бар, сондайларды түсірейік па? Иә? Қараңыздар. Медина ролигін алып келмепті, ауылда қылып кетті ролигі. Давай шық. Милана жерге қарай. Погода күшті болып тұр. Мединаға велосипед әперем десем, жоқ, ролик дейді ғой. Ай, самокат дегенім ғой. Ролик, самокаты бар ауылда. Ескі просто, я? Қалып кеткен. Екеуіне бір самокат керек болды ғой. Мен велосипед айдандар десем, жоқ былай, велосипед алмаймыз дейді. Ана балдар велосипед айдап, самокат, ролик. Сен алмайсың ба? Милана, қорқасың. Велосипед алмайсың ба? Хорошо. Күн жып-жылы болып, күшті болып тұр ғой погода. Ау. Төкпей-ақ қой. Елкаларға су қосылып, мына жақта күшті болып. Елкаларды, газондарды суғарып жатыр, су қосылып. Күн жылып, балдардың бәрі далада ойнап, рахаттан күшті өзі. Милананы жерсің атқа шауып жатыр біздің Милана. Зәніп, әшесіне жүгіріп келіп. Жаным. Давай трендті ойнайық та, Медина, аузыңды жап дегенді. Достар, давайте Медина мен Милана тиктоктағы тренд видеоны түсірейін жатыр қазір. Аузыңды жап деген ойны ойнаймыз. Бірінші Медина, я? Бірінші ашуланып айтасыңдар. Бірінші Медина вообще үлкеннен бастаймын. Аузыңды жап. Мединанға қалай болды достар, бағасын беріп кетіңіздер. Ал енді Милана, кел Милана сені, няқа кел. Оля, Миланаға қалай шықты. Енді ренжіп, қапа болып айтасыңдар, кел. Ой, Милана күкішті шықты. Енді пикми болып айтасыңдар, давай кел. Сел. Аузыңды жап. Мединаң пикми болмай қал. Кел, Милана сен енді кел. Милана сен бетіп айтия қара. Аузыңды жапты деп. Ал кел оны. Бастан айтшы, ал кел. Екеуің пикми болған түрге қарасаңыздар. Осымен тренд жабылсын. Кім күштірек шықты? Кім актрисалығы күштірек екен? Болды. Екеу қоймай деген да, я? Магазинге кеттік па? Екеу ойнап болды. Бір жақта да шашылып жатыр екен ғой. Магазинге кеттік. Қазір кешкі тамаққа картошканы аунап алайық. Үйде картошка да оқыған, магазинге барамыз. И бүгін кешкі асқа күшті тамақ пісіреміз духовкада. Тауықтың аяқтарымен, или қанаттарымен. Қазір магазин сумайда шүйде продуктылар алып алайық. Қараңыздар, күшті. Абайла мейді. Біз жақта да су шашылып жатыр екен. Бер жүріңдер, үстерің су болады. Жазда рахат болады, онна елкаларға су шашып күшті болып тұрген. Үйге кірдік. Медина мен Милана мороженеларын жеп отыр рахаттанып. Жаңа осындай окорочка алып келдім. И бізде картошка керек. И осындай духовкеге салатын арнайы өзінің пакетімен. Осыған қазір барлығын маринаттап, осы печкаға салып, күшті қылып пісіретін боламыз. Кешкі ужин болады бізде, кешкі асқа. Қазір морозин мұз қасып тұрген. Мынаны қазір
микроволновкаға салып ертіп алу керек. А то деген тас қатып тұр, мұз болып. Картошкалардың бәрін осылай жақсылап ашып, жуып, қазір осыларды соломкаға етіп турайтын боламыз. Мына жақта мен пиязды турап сап қойдым. Бізге майонез и кетчуп керек болады. Маринадтап қоямыз, ja? Таза болды. Мына жаққа микроволновкаға окорочканы ерсінде сап қойғам кішкене. Еріп қапты. Қазір қабықтарын алып, қазір бұнда маринадтап қоямыз. Жұмсақ қорқытты. Орталар әлі мұз болып тұр ғой. Тағы да бір кішкене сал жереміз ба? Достар қараңыздар, осылай маринадтап аласыздар. Барлығын екі түрін араластырып салдым. Менде чеснок жоқ екен. Негізі чесноктан мен күшті болатыннан майонезін сығып, осылай майонез кетчупын салдым. Қазір осының бәрін жақсылап араластырып, 1 сағатқа жауып қоямыз бетін. Мінекей осылай араластырып қойдық. Майонез бен кетчуп араластырған сочный суы әдемі болып шығып күшті болды да. Миланнан қараңыздар. Милан ұйықтап қалды. Бас жағы нәске болып қойды. Мороженое сол қалыпты. Далаға шығып ойнаған таза ауада шаршап тұрмын. Мен бетін қазір легімен жауып қоямыз. Енді болды. 1 сағаттан кейін мына пакетін ашып, бүкіл осы нелердің бәрін, начинканың бәрін саламыз. И духовкаға 45 минутқа жібереміз, я? Сосын күшті тамақ бізде дайын. Зән мен алтыным тұрды ұйықтап, как раз тамақ пісті. Ана жақта өзім еккен көк пиязымды алайын еді. Әкеш Медина? Тамаққа қазір турап жейміз. Күштілеп. Өзімнің отырғызған көк пиязым. Гүл өсірудің орнына осындай көк пияз өсіреміз біздер. Я, Милана, я? Қазір осыдан азырағын алып, тамаққа қосып жейтін боламыз. Достар, қараңыздар. Күшті болып, сочный болып пісіпті. Су деген прям шығып тұр. Біздің тамағымыз күшті ма? Аппетитный болып тұр ма? Алдарыңа тарелка берем, тарелкаға салып жейсің. Саған ба? Қарның ашты ма? Жаным. Достар, бізге ас болсын. Сіздер де тамақтанып жатсаңыздар, сіздерге де ас болсын. Тамағымыз қалай болыпты, бағасын беріп кетіңіздер, я? Достар, бізде екі қыз тамақты ішіп алды. Қарындар тойғызып. Енді бізде кішігірім сабақ қайталау болып жатыр. Медина осы мектепке барады. Я, мен апай болып жатырмын. Вот сәбіз, я? Милана білет сәбіз. Қияр. Даңғурай дейдікен, я. Ол не? Ол не соны? Оны білесің ба сен? Клубника емес, ол басып көрші? Інжір. Дракон емес ол. Дракон. Біздің Медина дракон жақсы көрді. Бұл жерде дракон жоқ. Ол банан, я? Милана таптан банан. Мынау не, Медина? Мынау Мединаны жақсы көретін. Мандарин. Апельсин. Біз Медина мандарин мен апельсин жақсы көрді. Арбуз, да? Жаным. Жаз болсын, арбуз жейсіңдер. Қазір арбуз шыққан жоқ. Бұл не, Медин? Бұл алмұрт. Груша, я? Алмұрт. Мәс. Анар, я? Қазақша. Медина бізде орысша жақсы біледі да. Көп нәрсені орысша айтады. Орысша не алады? Мандарин ба ол? Ол мандарин. Авокадо. Ол авокадо. Жануарлар. Ой, панда. Милана панданы айтып отыр. Мысық. Сиыр. Убай. Жаным. Зебра ма? Ой, Зян, мен қызым зебраны біледі ғой, зебраны. Күн жылып қалды, зоопаркке апару керек еді қызды. Барасыңдар ма зоопаркке? Тәдім. Зоопаркке бір апарып қайту керек, Медина мен Милананы аралап. Қасқыр? Ол түлкі ғой? Ол түлкі ғой? Ол түлкі. Міне қасқыр.
Міне ау дей ма? Ей, жаным. Не успел.